Келе беріңдер, аға. Аға. Дальше. Арғарай. Не өкітті? Стоп! Стоп! Тоқтат! Мына қарқындарыңмен қонақтар келіп, концертті көріп, қалаға барып кешкі сайын ішіп отырғанда дайын болайын деп тұрсыздар ғой сендер. Кішкене бір жаны бар адамдар ұстап кішкене қимылдасаңдаршы. Тыңдасаңдаршы, әкім айтып жатыр ғой. Сен де бар көмектестерші, көріп тұрсың ба? Үлгере алмай жатыр. Кешеден бері көмектесіп жатырмын ғой, Бекош. Айғайлай бермей, өзіңіз де көмектессеңші. Енді айғайлайтын біреу керек та сендерге. Бар көмектес. Әкім мырза. Біз дайын емеспіз. Қонақтар келген соң айтпадың ба? Келіп отырып жатқанда айтпадың ба? Бір ай бойы не істедің сендер? Енді қолымнан келген жасадым ғой. Қолынан сенің шу ғана келеді екен де. Не істейміз енді? Б жоспардан көшеміз. Оның алдында А жоспары болып беді. Сөзді көбейте бермеші, кинода сөйтіп айтады ғой. Қысқасы бұлай. Келген қонақтарды аяқтарынан тұра алмайтындай ішкізіп тұрып алып келу керек концертке. Солай. Қаншалықты ішкізесіз? Ана Салиманың фигурасы әдемі болып көрінгенге дейін ішкізу керек. Онда мен барып дайындап қоя берейін. Ішінде ішпейтін бір-екеуі бар шығар. Баш, Дархан. Бүгін көргім кетіп тұрған жоқ. Басеке. Не болды? Келе жатыр. Ой, жүрді ана. Жүр. Бекош. Мына үйіне жаққан аға осы. Жөте қорқып тұрмын. Мені сүздеуге келетқан сияқты. Шықайтыршы. Естелеп болды. Жота түрлері суық. Бірден концерт көреміз демесе болды да. Жамандық шақырмай тұрсыздаршы. Қош келдіңіздер, сәлеметсіздер. Сәлеметсіз. Қош келдіңіздер. Амансыңдар ма? Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Ауылымызға қош келдіңіздер. Ауылдарыңыз керемет екен, ақсақал. Сіздер келетті бе? Көрінетін еq қойдық қой. Концерт көреміз бе? Концерт көреміз. Фурғатжан, Дархан қайтшы дайындала берсін. Концертті кешке жақын көрсек қалай болады. Халық жиналсын. Жарайды. Ақсақал естуімше ауылдарыңызда 20-дан астам ұлт өкілдері тұрады дейді. Сол рас па? Рас. Біздің ауылымызда 20-дан астам ұлт өкілдері тату тәтті өмір сүріп жатыр. Бәрекелді. Ал енді мүмкіндік болса мен осы ауылдар алап, сол ұлт өкілдеріменен жеке-жеке таныссам деп едім. Болды, Басеке. Сіздердің әрбір сөздеріңіз мен үшін бір қып-қызыл документ қой көке. Бәрекелді. Қысылмаңыздар. Жүре беріңіз. Жүріңіздер. Не істеп жатқандарың білесіңдер ме өздерің? Конечно. Билеп жатырмыз ғой. Не ішіп көзің көрмей қалған ба? Мыналарың би дегеннің бысына да келмейді ғой сендердікі? Ой, бір өзіңді Майкл Джексон санамаш. Мына жерде ешқайсымыз кәсіби биші емеспіз. Арасында тойда билейтіміз болмаса. Адам деген датыбо ағаш болуға болмайды ғой олай? Ағаш. Үйден балтамда келіп, бұталап жарып тастаймын. Қонақ бала деген сен басқа шықтың ғой. Керек еді бейің бізге. Қатты қаласаң шықты өзің биле. Мен кеттім.
конкретно орнына қойып кеттім бар. Мен де кете берейін ба? Кетші бар. Ясин! О, брат. Hoş geldinizler, hürmetinizler. Kısılmazlar. Hoş geldinizler. Kısılmazlar. Eşinizi kalmışsınız. Sakal kalmayız mı? Oy tanrıtın kanal bu. Kontrol geliyor ama. Uyumdasın. Elinizden konaklarınızdan. Kana gelinize, жақсы еліңіздер ме? Өте жақсы. О, біздің ауылдың өте керемет жері. Мінекей! Қане, алып қойыңыздар. Басеке, алыңыз. Біз ішпейміз. Ішпейміз. Ой, ішпегенде аға, мынан менің ағам Турциядан жіберді да, сол сіздер келеді деп. Міне, Турциядан алып келсе онда алып қойайық. Өткен жылы ренжітіп қойып, ренге жүріп тұрағанбыз. Алып қойыңыздар, алып қойыңыздар. Мінекей. Жұп Жігіттер, мен тек қана тақ ішем. Тоқ ішкенде не? Мен түсіндім. Екеуінен кейін үшіншісін сразу құя бер деген Басеке, концерт қайда қажет дейсіз? Ауылдар алам. Әр ұлт өкілдеріне кіріп, қызық көріп қайтпаймыз ба? Ал, мен сізден кейін алам. Сізден кейін алам. Кәне. Шіркен ай десеңші. Қалай жақсы еттіңіздер ма? Жақсы келдіңіздер ма? Басеке. Кем ой, мұның? Құйма десе де құйып қойғансың ба? Жарайды. Алсақ алып қойайық. Асырап болмасын. Қанекей, Басеке. Ағам, тауысып қойсын деді да, мына көтелкесін сұрап жатыр. Үйінде сүт сатушы еді. Жарайды, алып қойыңыздар. Бірақ соңғы рет. Біздің әлі 18 үй бар аралап шығатын ал. Алып қойайық. Ойырмай, десеңші. Басеке. Ал, қанекей қонақтар төлетіңіздер. Үйге кіріңіздер. Басеке, жүр. Ал, жеңіз. Құшылмақшы Басеке, жүр. Кіріңіз. Қазір мен есікті ашып жіберем. Мінекей. Кіріңіздер. Бозан болады. Астағфирулла. На счастье, на счастье! Өкімет қойсын дұрайын. Ауылдастар, тоқтаңыздаршы. Дархан үшін сіздерден мен кешірім сұрайым. Айналайын Сағыныш. Сен анау тәкаппар, өзімшіл жігіт үшін өзім сүре бермеш. Біздің саған ешқандай өкпеміз жоқ. Негізі концерт оған емес, бізге керек қой. Ол алыстан ауылымызға біздің татулығымызды, достығымызды көру үшін келді. Ал сіздер әрқайсыңыз әр жаққа тартып жатсыздар. Тым болмаса ауылдың абыройы үшін қалыңыздаршы. Біресе ананың абыройы, біресе мынаның абыройы. Шаршатып жіберді уже. Абыройға отбасыңды асыра алмайсың ғой? Абыройға тебекіле алмайсың ғой? Тыныш. Барлығыңыз осы ауылдың тұрғынысыздар. Ертең ауылға жаман сөз келсе бәрімізге тиеді. Дархан ол ертең кететін адам ғой, сәл шыдасаңыздаршы енді. Ай, Сағыныш. Мен өзім үйлен тойында қырсығып, вальс билемей қойған адаммын. Так что мені көндіріп әуре болмай қой. Шығып билейтіндер болса, пожалуйста. Мен кеттім.
Жұбаныш, сенімен біргеміз. Тоқтаңыздаршы енді, қайда барасыздар? Архан, тезірек барып ауыл тұрғындарынан кешірім сұрашы, әйтпесе қазір қиын жағдайда қаламыз. Не деп кешірім сұрайын? Мен айтқам тыңдамағандарың үшін, дым істемегендерің үшін кешіріңдерші мен деймін ба барып? Не болды сендерге, а? Ұрсып қалған базардағы апайлар құсап. Болды, бітті, ештеңе болмайды. Делегация ше, олар не көреді? Ауылдың тазоры болған көреді, басқа дым көрмейді. Дархан, қойш болды. Ауыл тұрғындарына жалынғаным аздай, енді саған жалынайын ба? А чё? Мен олардан қай жерім кем? Типа мен қаланыкімін, сол үшін ба? Шамам келсе бар ғой, бәрін жақсылап тұрып бір сабап алатын емше. Сабап ал. Мына жер бар ғой. Бір Кореяда жүргендей бір сезім береді. Басеке, береміз, бәрін береміз. Не сұрайсыз, бәрін береміз. Енді мен сіздерге айтайын, мына сон деген балаларыңыз өзі Корей ұлтынан болды. Енді мен сонды мақтағаным емес, бірақ енді сіздер келеді дегелі бері ең ерекше дайындалған азаматтардың бірі. Енді Қазақстанда не жоқ деп ары ойланып, бері ойланып, мына Кореядан мына сусынды алдырып қарамайсыз ба? Енді мына суды ішейінші десем, ойбай, болмайды, бермеймін. Қонақтар келсін деп қоймайды. Міне, келді қонақтар. Ал, енді бер қонақтарға. Дәмін көрейік. Арманда қалмайық, ал. Ал, Басеке, алып қойыңыз. Басеке, алсыңдаршы. Бөлек екен. Бөлек екен деген кішкене тағы бір айландырып жібер деген. Баламысың деген. Алып қойыңыздар, ал. Ал енді былай қылсақ, алдымен концертті көрсек. Сонан кейін қалған үйлерді арламаймыз. Болады. Оның үстіне маған мәдениет үйінен бағанадан бері хабарласып, қашан келесіздер дейді. Бірақ енді тағы бір үй бар еді. Дастархан жайып күтіп отыр. Ас. Жарайды, мен хабарласып бармаймыз деп айта салайын. Телефон қойды. Жоқ. Астан үлкен емеспіз біз. Біз бар ғой бұл жерге тексеруге келген жоқпыз. Бай, мейрамға қатысып, көріп, үлесімізді қосып, бірге бар болуға келдік біз. Не деп тұрсыз? Бәрекелді, міне көке, бәрекелді. Көрдің бе? Ал қойыңыздар, Басеке. Алсаңыздар. Ал, Басеке, ұстаңыз. Ал, керемет сусын. Кореядан келген. Ал қойыңыздар. Бұны ішкен дарманда, ішмеген дарманда. Ал қойыңыздар. Ал. Көңілген жоқ қой. Бәрі дұрыс па? Концерт болмайтын болды, ата. Тұрғындар билемейміз деп бас тартты. Не істеріміз білмей отырмыз. Келетін қонақтардан ұят болатын болды. Иә. Баллар-ай. Сендер адамдарды өзгерткілерің келді. Бірақ одан ештеңе шықпады. Анау келетін қонақтарға біздің ауылдың ерекшеліктері емес, басқа ұлттардың бір-бірімен қарым-қатынасы, ауызбіршілігі қызық. Қалай өмір сүру керектігін ауыл тұрғындарына үйретпеңдер. Керісінше, олардан үйреніңдер. Мен түсіндім. Ата дұрыс айтады сағаншы. Бізге концертті мүлдем басқаша жасау керек. Рахмет, ата. Кеткісі ауыл тұрғындарына барықшы тезірек. Қалай өзгертпекшісің? Жолда түсіндірем, бош. Рахмет, ата. Сізбен мақтанттан бол. Бош. Не атам қашан дұрыс емессіз айтып. Ал, құрметті қонақтар, бұл Кавказ бауырларымыздың шаңырағы. Мына кісі осы үйдің иесі, ақсақалымыз, мінекей. Ал, қош келдіңіздер. Біздің дәстүрімізде достығымыздың белгісі ретінде Мәдинаны ішіп қоясың.
Айналайын ішпей қойсақ болмайды. Ой, көкем болмайды. Бұл кісілердің үрдісі дәстүрі бойынша алып қою керек. Ренжиді әйтпесе. Алып қойыңыз, қане? Ал, лазым. Алып қойыңыз. Кәне. Құрметті қонақтар, үйге кіріңіздер, дастарханнан дәм ауыз тиіңіздер, ұялмаңыздар, қысылмаңыздар, кіріңіздер. Жүріңіздер. Беріңіздер. Кел, төрлетіңіздер. Әрине, кавказдықтардың ұлттық тағамын арнайы қонақтар үшін өз қолыммен дайындадым. Ай, бәрекелді. Чәшілік-мәшіліктен сол. Аташ бұғат. Сен бар. Мәдениетінде концерт қалай болып жатыр? Біліп қайтшы бар. Тамақ ішіп алайын сосын. Тамақтан өлді білсең. Барсаң шеді, біліп қайт. Не идея енді айтсаңшы, қандай номерді өзгертпексің, үлгереміз ба өзі? Сағыныш ештеңені өзгертудің қажеті жоқ. Бар болғаны ауыл тұрғындарының ауызбіршілігіне сеніп, концертті өздері қалағандай етіп өткізу керек. Бар кінә мына менен қатты өзімшілдікке салынып, қиялданып кет. Мен де соны айтайын деп жүргем. Айтқызбай білем ғой мен оны. Бастысы ауыл тұрғындары кешірсе болды мені. Дұрыстап сұрасаң кешіреді ғой. Қалай ол дұрыстап деген? Кәдімгідей шын жүрегіңмен сұрайсың да. Ауыл тұрғындары негізі сен ойлағандай қатал емес. Шын ниетімен сұрасаң кешіреді ғой. Сен негізі сен де ауыл тұрғындарының қатарына кіресің ғой, Иә, не қылды? Онда мені кешір, шын жүректен. Бірінші ауыл тұрғындарынан сұрап алшы. Жоқ, айтсай сен кешіресің ба, мен кешірмейсің ба? Ауылдықтар кешірсе, кешірем. Болды онда. Барын салама. Үлгереміз ба өзі? Білмеймін, көру керек қыз. Кемал? Ау, ойбай. Не болды? Делегация сендер жаққа кетпеп пе еді? Қыл үстінде тұрмыз, Кемал, сенің көмегің керек. Ой, қыл үстінде болса көмектесе алмайым ау. Одан да кішке қалындау болса көмектесер едім. Кемал, қалдыңыз. Ауылдастар ренжітіп алдым. Енді олар концертке қатысудан бас тартып отыр. Соны бар ғой, досым, мен саған бұрыннан айтқым келіп жүр ше. Көп қиялдап кеттің. Енді түсіндім өзімді. Кеш түсінеді екенсің. Көмектесші, Кемал. Ауылдастарды қалай да көндіру керек. Әйтпесе білесің ғой, әкім аямайды ол. Иә. Жарайды, о жағын маған қалдырыңдар. Жарты сағаттың ішінде бүкіл ауылды жинап әкеп қоямын. Шынымен ба? Өтірік. Просто сендерден құтыламай тұрғаным ғой. Ой, конечно, көмектесем. Біздің ауылды білесіңдер ғой, тез ашуланады, тез басылады. Иә. Қанша рет айттым саған, родной, это тебе не город. Болды, Кемал. Сендім саған онда. Біз мәдениет үйіне бара береміз онда. Болды. Болды. Күтіңдер. Давай, досым. Ұйықтап қалмасам. Жайдым, кетіп көр. Байлап жүріңіздер. Қазір Басеке есін ашып жіберейін мен. Бұл Алексейдің үйі, Алексей. Алексей деген осы біздің ауылдың. О, сағайындар ғой. Не болды, Басеке? Ей, әкім мырза. Тыңдап тұрм. Доғартсақ қалай болады? Тіпем бар ғой. Бүйрегім бар ғой. Айқайлап тұр. Кірме. Басеке енді барлық үйге кіріп келіп, ақырында бір үйге алғанда енді осыған кірмесек, Алексей ренжиді ғой. Басеке. Жарайды. Кірмесек кірмей қояйық. Апта бойы сіздер келектеп дайындалған еңбегі еш кетсін. Барлық үйге кіріп, біздің үйге кірмеді деп ренжісін, ішіп кетсін. Сосын әйелмен ажырассын. Жарайды, жүріңіздер, қайда? Әйелмен ажырасын дейді. Енді... Кірсек келіп бара. Осылайсың. Жүріңіз. Бәрі нормально ма? Иә, нормально. Ар жақта не болып жатыр? Концерт.
ешамаларды күтейікші. Құрметті ауылдастар. Сіздер жинаған себебім қате менен. Сіздерге айтқым келгені өзгерудің қажет жоқ. Сіздер әрқайсыларыңыз өздеріңізше бір ерекшесіздер. Сондықтан да барлықтарыңыздан кешірім сұраймын. Өте орынды айтты ауылдастар. Кеше келмен не өзгереді? Келетін қонақтар келіп болды ғой уже. Соны айтам. Уақыт бар ғой бізде әлі. Ой, енді бір айда үлгермеген нәрсеге бір сағатта үйреніп алмайтын шығармыз. Соны. Бір құрылыс объекті емес, баннермен жалғасылатын. Бұл концерт қой, жігіттер. Жоқ, сендерге ештеңені үйренудің қажет жоқ. Просто кімнің қандай өнері бар, соны көрсетеміз. Сенің әніңді, сенің биіңді. Ай, қайдан? Үлгермейсің шығармыз. Үлгермеймін шынымен. Тырысып көрейік та, мүмкін үлгерерміз. Қыздар, жігіттер, дайындықты бастайықшы. Концерттік бағдарламаны басынан жасаймыз. Кеттік па? Ауылда атқа тартпаңдар. Давай, кеттік. Дайындалыңдар. Бірақ жетті. Ән айтпайын, бірден айтайын. Нені айтасың? Билейін. Вальс. Қос музыканы. Осы жерін қайталап бір тартыңдар, шатасып жатсыңдар, я. Барлығы тамаша, әдемі, бірақ кішкене ғана дайындалып жіберу керек, болды, қалған бәрі әдемі. Давайте, шаршамаймыз. Давайте. Слава Ленину, хорошо живем. Вероника. Басеке, мынау, біздің Алексейдің үйі. Ата-бабаларымыз айтқан, қуыс үйден құр шықпа деген. Сондықтан сіздер де біздіңден құр шықпаңыздар. Келіңіздер. Қазақша сөйлейді. Осыны енді ішпей қояйық. Ішпей қояйық деген несі? Бұл нағыз самогон ғой. Самогон. Көке, біз орыстар ненің не екенін жақсы білеміз ғой. Алыңыздар. Ал, Басеке, алып қойыңыз, ал. Осы сендерде закуска деген бола ма? Закуска? Закуска күшті кетеді, көке. Бұл самогон ғой, самогон. Таза ғой, таза, алыңыздар. Басеке, алып қойыңыз, ал. Кәлі. Қарай, Басеке, алып қойыңыз, Басеке. Алыңыз. Концерт дайынымыз. Баняң дайындал. Енді концерт көреміз бе, жігіттер? Концерт... Русский баня дегенді білесіздер ме? Оны менің ата-бабаларым ойлап тапқан ғой. Қазір баняға түсейік барып, күшілеп тұр. Алексейдің банясы деген, Басеке, тек қана ауыл емес, ауданнан келіп түседі ғой бұл баняға. Бәке. Веник бар ма? Веник, есть? Ой, венигіңізде! Пихта да бар бізде, пихта! Бәке, мен бар моншаны дайындап келейін. Ал сіздер мына жерде қызып алыңыздар. Ал, мен өзім қойып жіберейін сіздерге, Басеке. Бұл самогон деген пайдасы өте мол екен ғой, Басеке.
Келгендеріңізге көп рахмет. Бүгінгі концертімізді қорытындылау үшін ауылымызға арнайы келген қонақтарға сөз беріледі. Сахна төріне келіңіздер. Құрметті ауыл тұрғындары, бүгінгі күн мен үшін өте әсерлі күн болды. Себебі бұндай ауылды ешқашан бұрын көрген емеспін. Алған әсерім өте көп, бір сөзбен айту мүмкін емес. Сендерге көп рахмет. Сосын тағы бір айта кететін жайт. Келесі жылы Қазақстан халқының бірлігі күні, яғни 1 май мерекесін дәл осы ауылда тойлайтын боламыз. Менің өмірімде 3-ші интернационал ауылы қатты өзгертеді деп кім ойлаған? Осы ауылда шынайы махаббат пен адал дос таптым. Өзім де жақсы жағына өзгерген сияқтымын. Бүгін концерт керемет етті. Рахмет саған. Мен дым қатысым жоқ. Барлық ауылдастардың арқасында. Енді қалаға кетесің ба? Кет десең кетейін. Ит емес шығарсың, кет дегенде ғана кететін. Итіңде оқамапты не қасыңда жүретін. Негіз басында кеткім келген. Киноларда болатын еді бұрын. Ауылға келіп, сосын ауылды қимай қалады. Енді өзім басымнан өткеннен кейін түсініп жатырмын. Бір жағынан ауылдастарды да қимайсың. Мені ше? Кіретін жарсың ауылдастардың арасына. Қалаға енді қайтасың ба, қайтпайсың ба? Білмеймін әлі. Келесі жылы 1 майда концертке дайындалуым керек. Құрметті ауылдастар, сіздерге көптен көп рахмет. Осының бәрі сіздердің арқаларыңыз. Сіздің де еңбегіңіз баршылық болса ке. Бүгін емес, шаршаптым. Ертең. Қысылғанда қасыңнан табылатын ауылдастарымның барлығы қуанамын. Сол. Рахмет сіздерге. Бүгін сондай ауырғын болып түсінетін шығарсыздар. Түсініктермен айналайын сендер. Алдағы ауыл жылына келесі ауыл күніне Музарт шақырып беремін. Ал қазір бәріміз біздің үйге. Бір үйдің баласындай. Қош үйге тия ма? Далаға жасай. Далаға жасай. Далаға? Үйде не бар бәрі шығады. Кеттік!
Акимнің үйіне. Үйрелер. Бұған себеп тұрғындары бір-бірімен тату-тәтті тұрып жатқан 3-ші интернационал ауылы. Сенбесеңіздер, өздеріңіз келіп көріңіздер. Мыналар бізге қарады ма өзі? Я қарады. Еще қолмен былай көрсетіп кетті ғой. Қарамады ғой? Қарады. Былай көрсетіп кетті. Қарады ма?